Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің география сабағында жи құралдарын пайдалануды үйренеміз. Сабақтың тақырыбы дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 7.4.1.1 дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық жіктелуін түсіндіреді. Сабақ мақсаты оқушылар дүниежүзі халықтарын тілдік және этникалық белгілеріне қарай топтастырып, негізгі тілдік отбасылары мен халықтарды карта және кесте арқылы анықтайды. Олардың географиялық таралуын түсіндіреді. Осы тақырыпқа байланысты жаңа форматта вайб-кодинг әдісі арқылы меңгереміз. Алдымен біз жасанды интеллекті мүмкіндігін қолданамыз. Бірінші қадамда чат GPT-ге арнайы промпт жазамыз, яғни біз одан осы тақырыпқа байланысты интерактивті ойын тапсырмаларын құрастыруды сұраймыз. Мысалы, чат GPT оқушыларға әртүрлі тілдердің атауын беріп, оларды тілдік әулеттерге бөлуге арналған тапсырмалар, сәйкестендіру ойындары немесе шағын викториналар ұсына алады. Екінші қадам Gemini арқылы визуализация және ойын жасау. Екінші қадамда біз Gemini жасанды интеллектін қолданамыз. Онда біз дайын промптты қоямыз. Сол промпттың астындағы инструменты дегенді таңдап, соның ішіндегі Канзасты таңдаймыз. Оң жағындағы думающийді басамыз. Соңында бізге әртүрлі тақырыпқа байланысты ойындар шығарып береді бізге. Оқушылар осы суретке қарап, қай тілде қай әулетке жататынын анықтайды, топпен жұмыс жасайды, өз жауаптарын дәлелдейді. Бұл кезеңде оқушылардың шығармашылық қабілеті дамиды және сабаққа деген қызығушылықтары артады.